Ендігі кезекте бұл әрекеттерді кімдер жасайды деген сұрақ туындайды. Өткен жылғы деректерге зер салсақ, құқық бұзушылық жасаған 98 адамның 61-і жұмыссыз болған. Олардың басым бөлігінің жоғары немесе орта арнаулы білімі бар. Құзырлы органның мәліметінше кибер қылмысқа мемлекеттік қызметкерлер де тартылған. Өткен жылы 4 адам тіркелген. Олардың 3-еуі зиянды бағдарламаларды жасау, пайдалану немесе таратуға қатысса, біреуі ақпаратты заңсыз жою немесе өзгерту әрекетімен ұсталған. Кинематографияда хакер образы көбіне жас, техникалық тұрғыдан аса қабілетті студент ретінде көрсетіледі. Алайда қазақстандық статистика стереотипті жоққа шығарып отыр. Соңғы жылдары кәмелетке толмағандар немесе студенттер жасаған мұндай қылмыс бір-ақ рет 2021 жылы ғана тіркелген. Жалпы портретке көз жүгіртсек, отандық кибер қылмыскерлердің негізгі бейнесі 21-40 жас аралығындағы ер адамдар. Көбі ұйымдасқан топтардың құрамында әрекет етеді, бірақ жалғыз жұмыс істейтін хакерлер де бар. Олардың арасында қаржылық мақсаттағы қара қалпақтылар, саяси активистер немесе ішкі қызметкерлер кездеседі.